Мен Ұлқабай Сансызбай Жәдігерұлы 2022 жылдың маусым айынан бастап Ақтөбе қаласы ішкі саясат бөлімі мемлекеттік мекемесінің дін мәселелері және қоғаммен байланыс жөніндегі орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы лауазымын атқарып келемін. Орталық қызметінің басым бағыттарының бірі Ақтөбе қаласындағы діни ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. Осы орайда мекеменің мақсат міндеттеріне сай бекітілген жоспарларды басшылыққа ала отырып, қала тұрғындарының арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға бағытталған кешенді жұмыстарды атқарудамыз. Жалпы мен өзім 10 жылдан астам дін саласында қызмет атқарып келемін. Қазіргі таңда дін мәселесі қоғамдағы ең өзекті проблемалардың біріне айналып отырғаны баршамызға мәлім. Осы тұста өзімнің бар жиған тәжірибемді, күш-жігерімді қоғамның тұтастығы мен бірлігін нығайтуға, Ақтөбе қаласындағы діни ахуалдың тұрақтылығының сақталуына, алға қойған мақсатымның жүзеге асуына өз әріптестеріммен бірге жұмыла еңбек етіп жетеміз деп ойлаймын. Осы сәтті пайдалана отырып, сайысқа қатысушы барша әріптестеріме сәттілік тілеймін.